Кәдімгідей қолынан санап тұрып алған. Кішкентай Жәнібекті шетелге асырып жіберген әйел белгілі болды. Танымал тележүргізуші Қымбат Досжан сонау Испаниядан өзінің туған анасын іздеп келген Жәнібекті кезінде шетел асырып жібергендердің ісіне қынжылды. Ол Жәнібектің шетелге кетуінің өзі аналардың қолмен жасалғанына ашынады. Мен өткен сұхбатымда да айттым. Әйел адам Жәнібек үшін деп бельгиялық азаматшадан өте үлкен мыңдаған евро көлемінде ақша алған. Келісімен кәдімгідей қолынан санап тұрып алған. Ол әйел адам екенін, оның сол кезде жас келіншек болғанын, оның отбасы барын, оның қазір жасы нешеде және қай жерде жұмыс істейтін бәрін білемін. Қазір полиция ол кісімен де айналысып жатыр. Біз ана дейміздағы оларға сөз арнаймыз. Ал балаларымыздың шетел асуына, заңсыз түрде кетуіне тағы да сол аналардың себебі тиіп отыр. Қазір арқалық перзентханасында сол кезде жұмыс істегендер қазір де қызмет етіп жатыр. Тіпті зейнеткерлікке шықса да әлі сол кәсіби жұмыстармен айналысып жатыр. Олардың барлығы сонша жыл өтті. Бізден не сұрайсың деген сияқты, бізді тезірек кетіңдерші деген секілді шығарып салды. Бірақ заң бар. Және сол кезде қылмыс жасалған болса, оған жауап берілуі керек. Ол қолдың 5 саусағындай 5-6 адамның қатысуымен жасалған дүние. Біз бір ғана Жәнібектің тағдырын айтып отырмыз. Бұл бала егер бізден кеткенде Европада керемет отбасыға түсіп, әкесі бар, шешесі бар. Солардың махаббатына бөленген, солардың мейіріміне сусындаған. Қандай ойыншықпен ойнаймын, қандай білім алғым келеді деген секілді өссе, арман жоқ қой деп айтушы едік. Бірақ олай болмай шықты ғой. Бұл баланы о баста кімге берген? Жалғыздықта, депрессияға жиі ұшырайтын әйелге берген. Жәнібекті тағдырлы бала деп айтатыным сол. Бұл бала бізден кетті. 2 жылдан соң тағы балалар интернатына түсті. Сондықтан ғой айтып отырғаным. Аналар сүйе де алады, құша да алады. Бірақ ақша үшін, басқа үшін баланы шекара асырып та жібере алады. Осының бәрін жасайтын әйел деді Қымбат Досжан. Бельгиялық қазақ баласы тосын жазба жариялады. Анасын іздеп жүрген Жәнібек Савельев кеше Қазақстан телерадио корпорациясының алғыс күніне орай ұйымдастырған мың шарасына қатысты. Құрметті қазақстандық әкелер, аналар, бауырлар мен әпкелер. Мен қазақ отбасымен қайта қауышу үшін 20 сағаттан астам жол жүрдім. Менің сапарым өте жақсы өтті. Бірақ менің чемоданыма кішкентай апат болды. Мен мұны кейінірек Инстаграмда көрсетем деді ол. Сонымен қатар ол Қазақстан телерадио корпорациясының алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған мың шарасына қатысты. Алғыс күніне атқарылған дайындық бойынша енді менің Инстаграмда және 1 наурызда Қазақстан теледидарында көре аласыздар. Осы аралықта анамның іздегені туралы сұрақтарға байланысты полицияға бардым. Олар өте үлкен тергеуді бастады. Ол туралы кейінірек айта аламын. Мен қазақ халқына мені осындай жылы қарсы алған үшін алғыс айтамын. Мен сіздерді қатты сағындым деп жазды Жәнібек.